Бүгін еліміз бойынша мектептерде оқу жылының аяқталу салтанатты шарасы өтіп, балалар күні тойлануда. Ақтау қаласындағы нөмірі 21 мектепте соңғы қоңыраудың соғылғанына куә болдық. Мұнда 2600-ге жуық бала 3 ай мерзімге демалысқа кететін болады. Оның 106-сы 11 сыныпты тәмамдап, мектеп табалдырығынан түлеп ұшпақ. Жалпы 3 түлек алтын белгіге, ал үздік аттестатқа 7 оқушы үміткер. Соңғы қоңырау сыңғыры әр түлектің жүрегін тербеп, жүзіне қуаныш ұялатады. Райгүл Тілекбай алтын белгіге үміткер. Мектеппен қоштасып, жаңа бағытқа қадам басқалы тұр. Арман асқақ, мақсаты да айқын. Шығармашылыққа бет бұрып, ұбт-дан сүрінбей өтсе, көздеген оқу орнына баруды жоспарлап қойыпты. Жалпы шығармашылыққа кеткелі жатырмын. Бұл жолды таңдау маған өте қиынға соқты, себебі мектепте әртүрлі сабақтарды жақсы оқитын болғандықтан қайсысын таңдарымды білмедім. Бірақ ақыры жүрегім қалағандықтан осы шығармашылыққа қарай, сурет мамандығына қарай кеттім. Яғни менің мамандығым мультипликатор, анимацияға байланысты мамандыққа кеткелі жатырмын. Әрине, осындай қорқыныштар, толқулар бар, бірақ өзіме сенем, алдағы уақытта бәрі жақсы болады. Бүгінгі біздің мектеп бітіру мейрамымыздың осындай өте керемет мерекемен, яғни халықаралық балаларды қорғау күнімен тұспа-тұс келгеніне өте қатты қуаныштымыз. Қазіргі таңда біз өзіміздің мектебімізді аман сау аяқтап, өте толқу үстіндеміз, қимай тұрмыз мектебімізді. Және де қазіргі таңда мен өзім Астана қаласына оқуға түсуге талпынып жатырмын. Осы ретте 11 жыл бойы түлектерге тынбай тәрбие мен сапалы білім берген ұстаздардың еңбегі орасан. Салтанатты шарада мектеп бітірушілер мен ата-аналар ұстаздарға өз алғыстарын айтып, ризашылықтарын жеткізді. Біріншіден бұл мұғалімдердің еңбегі, жас түлектердің бәріне бейлі бітірген ентіні жақсы тапсырып, жаңа Қазақстанның жаңа жас мамандары болып, армандарың орындалып, әр уақытта бақытты өмір сүрулеріңе тілектеспін. Мұғалімдерге рахмет, осындай не берген. Анау күні осы 100 балл не алдыңғы тесттен. Ендігісінде де үлкен тесттен бал ала берсін. Сол мына мұғалімдердің еңбегі ғой деп ойлаймын. Менің әкем мұғалім болған 45 жыл. Осы соның ұрпақтары ғой енді айтсаң. Бұл баламда жақсы бітіріп жатыр, енді бұл амандық болса үлкен оқуларға барады деп есептеймін. Түлектер үшін еркін түсінуге әлі де ерте. Алда ұлттық бірыңғай тестілеу күтіп тұр. Сол сынақтардан сүрінбей өту әр түлек үшін өте маңызды. Айталық, биыл облыс бойынша 7439 түлек мектепті аяқтап, 149 алтын белгі иегері атануда. Ал Ақтау қаласы бойынша 2440 оқушы 11 сыныпты тәмамдаса, оның 33-і алтын белгіге, 116-сы үздік аттестатқа үміткер. Руслан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.